Мектепте. Метод. Ал, сөйле. Сәлем. Көз қорқақ, қол батыр. Егер дайын болсаңыздар, бастайық. Балалар, тамақтанар алдында қол жуыңдар. Бірақ мен қолымды үйде жуғанмын. Ештеңе етпейді, тағы да жу. Мен одан қайта өлең жаттаймын. Өлеңді мектептен бос уақытыңда үйде жаттау қажет. Мен үй жұмысын орындап үлгермеймін. Не болды? Менің інім мүмкіндік бермейді. Ылғи оған кітап оқып беруді сұрайды. Тіптен жақсы, оқып бер, пайдасы тиеді. Бірақ үйімде кітап жоқ, сөреде тек қара сөздер ғана. Бұл өте пайдалы әдебиет. Анам ініме қарақұмық ботқасы пайдалы дейді. Онда көп білім алып, еңбек ету жайлы айтылған. Мен оған одан да көзімнің қарасы әнін айтып берейін. Жақсы, Марат, сенің есту түйсігің мен дауысың тамаша. Рахмет. Анам маған әннен мақұрымсың дейді. Анаңа ертең мектепке келсін деп айт. Ол келмейді. Неліктен? Ол көрпеше тігеді. Не үшін? Інім екеумізге еденде жатқанда жылы болуы үшін. Сендердің кереуеттерің жоқ па? Бар. Бірақ еденде орын көбірек. Онда ол үлкен көрпеше болуы тиіс қой. Үлкен, кілем секілді. Оған қоса өте әдемі. Бүгінгі танысқан сөйлемдерді бірнеше рет қайталауды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.